2026 жылдың кәсіпкерлерге, мега жұлдыздарға арналған әдемі іс-шарасында көктем аруы атандым. Басыма алтыннан тәж кигізіп, қызыл кілемде жүріп өттім. Қыздар, қыз-келіншектер, менің арманым жоқ, бақыт пен еңбек егіз. Бала күннен еңбек етіп, тек қана өзіме ғана сенім артып, және де Алла тағаламның арқасында осында еңбегімнің жемісін көрсетіп қойған. Барлық жақсы мен жайсаңдарды жинаған маңайыма Алла тағаламға сансыз шүкіршілік етемін. Мөлдір Мұқанның әдемі әніне осы видеоны қойған болатынмын. Енді менде бір сұрақ. Әншілер әндері хитке айналғанша халықтан көмек сұрайды. Барынша осы әнді жарнамалаңыздар, халықтың арасына таратыңыздар деген үндеу жасайды, көмек сұрайды. Ал рейтингтары көтерілген кезде мен социальный сеть, әлеуметтік желіге осылай әншілердің әндеріне өзімнің видеомды қоямын. Қойғаннан кейін авторские права деген жалобы келеді, видеом өшіп қалады. Сонда қалай? Біз әншілерге қаншалықты көмек береміз, ал бірақ біз монетизацияға ешқандай монетизация сұрап жатқан жоқпыз YouTube'тан. Менің парақшам ол тек қана жеке өзім үшін, жеке альбом ретінде, естеліктер ретінде осылай видеомды салып отырамын, және де халықпен бөлісіп отырамын. Қайда жүрдім, не істедім, кімдермен болдым, көңіл күйім қандай жетістіктерге жеттім, халықпен бөлісіп отырамын. Менің монетизацияға ешқандай қатысым жоқ. Мен YouTube'тан ақша алмаймын. Ешкімнен ақша жарнама үшін сұрамаймын. Ал бірақ әншілер әбден рейтингі көтерілген кезде авторские права деп осындай әдемі видеоларымызды YouTube'тан және әлеуметтік желіден өшіруімізді талап етеді. Ол қаншалықты әділ. Ал мен оны естелікке қалдырғым келген. Сондықтан өз даусыммен қазір жазып отырмын. Музыканың дауысын өшіріп қойдым.